Білесіз бе, мен осы Норвегияға келе жатырғанда менің өткен шағым есіме түсіп, шүкіршілігім одан сайын еселеніп, ондай бақытты күй кештім десем де болады. Дәл қазір кезде менде шүкір барлығын ала алатын, өзіме көңіл бөлетін, өзім не керек соны жей алатын да, кие алатын да, сондай жағдайдамын. Оған шүкір, Аллаға мыңда бір шүкір, оның барлығы Алланың қалауымен. 5-6 жыл бұрын мен ең алғаш оқуға келдім. Ол уақытта оқу жаңа басталып жатырды. Енді маған ақшаны өте қатты үнемдеуге тура келді. Жұмысқа кірейін деп сөйтіп жүрген кезім болатын. Ол кезде білмеймін де қандай екенін, бірақ тамақтар енді менде болу керек. Бірақ қандай тамақтар жеп, не ішіп жүргенімді білмеймін, есімде жоқ. Дегенмен бірде мен күнделікті сол уақытта таңертең сыртқа шығатынмын. Таза ауада жүріп, жаттығуым жасап, сөйтіп жүретін кезім еді. Сөйтіп жүргенімде бір дүкен бар. Дүкеннің қасында толған бір коробкалар тұрды. Сол коробкалардың ішінде жемістер тұрды. Бұзылмаған жеміс-жидектер, көкөністер барлығы тұрды. Өкінішке орай соның барлығын сыртқа шығарып жатыр екен. Соны мен көрдім де, алайын ба деп ойландым. Алдым да барлығын жинақтап салдым да, әрі қарай бөлмеге кіргіздім. Қателеспесем, оны тағы да бір достарыма айтқан болатынмын, сондай бар екен деп. Соны білесіздер ме, қызығы, мен бір жұма бойы жедім. Соны жеп жатыр. Неге мен ол кезде мүмкін өзіме мүмкіндік бермеген шығармын. Ақшаны былай ұстап, үнемдеу керек болған шығармын мүмкін. Сосын Аллаға айттым: "Я Алла, қарашы, мен мынадай жемістер жеп жатырмын. Осы жемістерді мен еркін жейтіндей, рахаттанып дүкенге баратындай, өзіме мүмкіндік беретіндей маған сондай күнді туғызшы", дедім де ұмытып кеттім.